Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде 2-ші сыныптың қазақ тілі сабағы 74-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы түбір мен қосымша. 40-ші жаттығуға қарайық. Өлеңді көшіріп жаз. Су сергітер денеңді, онымен дос болғайсың. Судан кейін сен енді ісіңді оңай жалғайсың. Өлеңді дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазамыз. Енді былай дейді: қарамен жазған сөздің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Қарамен жазылған сөз бізде судан. Түбір мен қосымшаның ережесін есімізге түсірейік. Сөздің одан ары бөлінбейтін, бөлшектеуге келмейтін мағыналы бөлігін түбір деп атайды. Бұл жерде сөздің мағыналы бөлігі су. Яғни су бұл түбірі, дан, қосымша. Ары қарай 41-ші жаттығуға қарайық. Өлеңді оқы. Зырлайды доп бір орнында тұрмайды. Қарсыластың қақпасына таяса, жүрегіміз тулайды. Зырлайды доп, зырлайды. Қалт жіберме, сен қақпаны дәл көзде. Қуанамыз сол кезде. Авторы Тұманбай Молдағалиев. Өзің ұнататын команда жеңіске жеткенде қандай көңіл күйде боласың? Мен ұнататын команда жеңіске жеткенде өте қатты қуанып, қолымды көтеріп, жанкүйер боламын. Сыныптастарыңа футбол ойыны туралы хабар жүргізіп көр. Қайырлы күн, көрермендер. Бүгін алаңда екі мықты Арлан және Барыс командалары кездесіп жатыр. Ойын басталды. Командалар өте жақсы ойын көрсетуде. Керемет сәттерді бірге көріп, қызықты ойынды бірге тамашалайтын боламыз. Осы сияқты сыныптастарыңа өздеріңіз футбол ойыны туралы хабарлама жүргізіп көріңіздер. Ары қарай 42-ші жаттығуды қарайық. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып, мақалды көшіріп жаз дейді. Бірінші, тазалық, таза саулық негізі дейді. Бұл жерде тазалық, саулық негізі болады. Біздер лық деген қосымшаны қоямыз көп нүктенің орнына. Екінші, дені сау адам, дәулетті адам. Мына жерге т деген қосымшаны. Тазалық және дәулетті. Тазалық, саулық негізі, дені сау адам, дәулетті адам. Екі мақалды дәптерімізге осылай жазып аламыз. Ары қарай 43-ші жаттығуды қарайық. Ұйқасын тап дейді. Атпен шап, допты соқ. Сумен бетіңді жу, болсын денің сау. Яғни мына жерде бірінші сөзді жазамыз, содан кейін атпен шап, допты соқ. Солай жазып шығамыз. Қазір қараймыз қалай жазу керек екен. Атпен шап, допты соқ. Сумен бетіңді жу. Ау, болсын денің сау. Осылай дәптерімізге жазып аламыз. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.